Do you feel the vibes? Мә, ішім пысып кетті. Bir кино көру керек. Қайрат, саған қандай кинолар ұнайды негізі? Маған боевик кинолар ұнайды, братан. Атыс, қырғын, соғыс, ақ пен қаралар, сондай кинолар ұнайды, қызық. Ал саған қандай кинолар ұнайды? Маған ба? Маған комедиялар ұнайды ғой, братан. Да? Күліп отырып көретін ше. Жай емес, андай комедиялар бар ғой. Қандай комедия? Қандай? Сондай да бар? Сағаншы? Сағаншы? Маған Мадик дегенде кинолар ұнайды? Комедия ма, братан? Жоқ, тек қана андай. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Не керек? Сіздің үйіңізде жуылмаған, дағы кетпеген киімдер бар ма? Бар киімдер. Жуылмаған киімдер бар. Жуынбаған адам бар. Не болды? Ал сіз қандай порошок қолданып жүрсіз? Қолданбаған порошок жоқ. Бәрін көріп жатыр. Қымбат порошокпен де жудық, киімдердің дағы кетпейді. Онда мен сізге қышыма порошогын ұсынамын. Қышыма порошогы. Қышыма порошогымен жуылған киімдерді кисеңіз, денеңіз қышымайды. Осы порошокты ұсынамыз. 2 аптадан келеміз. Дақтың кеткен кетпегенін бірге білетін боламыз. Брат, 2 аптадан емес, 2 аптадан біз үйде қонақ күтеміз. Давай одан кейін келсейсің, Қалай? Қышыма порошогынан нәтиже бар ма? Нәтиже бар. Ана дақ кетпеген киімдер бар ғой. Соның бәрін өртеп жібердік. Сіздің қышыма порошогыңыз шынымен де қышыма порошок екен. Не көпірмек, не қыштып адам дейміз. Ассалаумағалейкум. Қайрат деген кісі тұр ма үйде? Иә, мен ғой. Сіз бар, сізге Жансая деген қыздан бұл доставка поцелуй, сізді жақсы көремін деп 3 поцелуй беріп жіберді. Әкел ерінді. Тоқташы, Қайраттың фамилиясы қандай? Қайраттың фамилиясы Ятсызбаев. Жоқ, мен емес қой. Сіз емес па? Жоқ. Кешіріңіз. Сіздің фамилияңыз қандай? Мен фамилиям Ятубаров. Сіздің фамилияңыз Ятубаров па? Ятубаров. Сізге де доставка бар екен, бірақ шапалақтан. Доставка Айгерім деген қыздан сізге ренжіп жүрмін дейді, қол қоя салыңызшы, шапалақ алдым деп. Жақсы, сау болыңыз. Бағана видеоны жіберші, братан. Репост дей салсай, мен инстаграмға сап қойдым ол. Репост? Иә. Ол не ол? Инстаграмда отырасың, репост деген білмейсің ба? Жоқ. Электронды почта айтайыншы, жібере салайын да. Онда жоқ менде, братан, электронды почта, репост деген. Электронды почта жоқ па кәдімгі? Жоқ қой ондай. Сен вообще қуа дегенсің ғой, мынау телеграмға жібере салайын, видеоның качествосы құртылмайды. Телеграм? Иә. Ол не ол тағы? Телеграм неге білмейсің ба? Жоқ. Короче, WhatsApp-ыңа жібере саламын, ладно. Бәсе сөйтші. Қалайсыңдар, Айка? Дым-дым. Денсаулықтарың қалай? Прямой отырсың ба? Иә, прямой дадым. Инстаграм ба? Жоқ ғой. Биголаев қой, братан. Биголаев? Ол не? Соғын білмейсің ба? Биголаев білмейді. Жоқ, не ол? Биголаев. Прямой эфир ғой. 8 адам бірге сөйлесе бересіңдер. 8 адам? Иә. Білмейді екен бұл. Көзіңе қарамайсың ба, еші? Дәусің ба не? Прикол ұстап тұрсың ба сен? Бауырым, ренжімеш, айып етпеш, байқамай қалдым мен. Алмаған бәрібір, дедің бе? Дорогая. Ау. Да, есть жауал, мен кеттім. Қайда кеттіңіз? Динозаврмен төбелесем. Қайда кеттіңіз? Бағана өкіметтен хабарласқанда үй құлайын деп жатыр дейді. Сен уайымдамай отыра бер. Мен далаға шығам, документім бәрі менің қалтамда. Үй құламайтын болса, мен кіре салам. Қайда кеттіңіз? Балалар мен буға кетем. Сізде ораза бол. Балалар буға кетеді, мен қарап отырам. Қайда кеттіңіз? Қыздармен демалуға. Жаңа ақша берші, бүгін үйге қонбай. Қайда кеттіңіз? Күйеуінен қайда кеттіңіз деп сұрай ма адам деген? Аман сен келсеңіз болды демейсің ба? Давай, көп сөйлеме, ести жауабын. Қайда кеттіңіз?